Баяғыда бір ауылда кішкентай Әли деген бала өмір сүріпті. Әлидің үйінің жанында биік, жапырағы мол алма ағашы өсіп тұрыпты. Күн сайын Әли сол ағаштың түбіне келіп ойнайды екен. Ол ағашқа өрмелеп шығып, бұтақтарына тербеледі. Көлеңкесінде жатып демалады. Ағашта Әлиді жақсы көріп кетіпті. Бір күні Әли ағашқа өрмелеп, байқаусызда оның бір бұтағын сындырып алыпты. Кенет ағашқа тіл бітіп, жылайды. Әли, мұның қалай? Менің жемісімді жейсің, көлеңкемде саялайсың, өрмелеп ойнайсың. Бүгін міне, жас бұтағымды сындырып, жапырақтарымды түсірдің. Бұл әрекетің жаныма қатты батып тұр, дейді. Ағаш, кешірші, мен байқамай қалдым. Ағаш, Әли, шын достар байқаусызда да бұлай бір-біріне қиянат жасамайды. Нағыз достар керісінше бір-біріне көмектеседі, қамқор болады, дейді. Әли өз ісіне қатты өкінеді. Бұдан былай ол ағашқа енді өрмелемеймін деп уәде береді. Ағаштың түбін қопсытып, ақтап, уақытымен суаратын болады.